Сегізінші лабораториялық жұмыс бізде task арқылы есептерді шешу. Бірінші нұсқа менде матрица мен векторды көбейту керек. Жалпы task дегеніміз не екеніне келетін болсақ, ол класс болып саналады. Яғни есептеулерді тиімді шешу үшін қолданылатын класс. Ол белгілі бір есепті параллельді түрде, яғни асинхронды түрде есептерді бір есепті бір уақытта бірнеше есептеулерді жүргізуге мүмкіндік береді. Жалпы менде ең бірінші матрица құру керек, және матрицаға рандомды түрде 3/3 матрицаға рандомды түрде матрица сандарын енгізу керек. Бұл жерде рандом кітапханасын қолданамыз, және fill matrix and vector дейтін әдісі ашамыз. Ол әдістің ішінде бізде rows және columns, яғни баған және жолдар дейтін ашамыз. Және сол жерде console write line матрица for операторы арқылы I бізде rows, ал J бізде columns, яғни бағандар. Және matrix IJ random next 1-ден 10-ға дейін. Яғни 1-ден 10-ға дейін кез келген сандарды қамтиды. Келесі бізде векторды тура осылай құру керек. Console write line vector. Бұл жерде тек I-ды ғана қолданамыз, тек баған ретінде ғана. Және бұл жерде сан 1-ден 10-ға дейін кездейсоқ түрде жазылады. Бұның бәрін console write line мен шығарамыз. Келесі бізге task үшін әдіс қосу керек. Бұл жерде multiply row әдісін қостық, яғни векторды әр жолдарға көбейту. Бұл жерде бағандарды вектордың ұзындығында теңестіреміз және суммасы 0 деп жазамыз. Келесі қайтадан for операторы арқылы J бізде бағандар болғандықтан sum плюс тең matrix row, яғни жол, және J ол бізде баған. Оны көбейтеміз вектор J, яғни вектордың бағандарını көбейтіп шығамыз. Result row sum, яғни бұл жерде бізде сумма шығады. Жол, console write line жол, және нәтиже деп сумманы шығарамыз. Және соңғысы main әдісі бізде бұл жерде. Яғни жалпы task ол бірнеше ағынды бір уақытта орындауға мүмкіндік береді. Және бұл жерде біз rows және columns деп 3/3 матрицаны құру керек екенін жазамыз. Және әр матрицаны сол rows columns арқылы жазамыз. Векторды тура солай. Және матрикс пен векторға сол матрикс вектор жасаған переменналарды қоямыз. Және task бізде осы жерде қолданылған. Яғни tasks деген аты сондай, new task rows, және бағанағы multiply row дейтін әдісті бұл жерде қолданамыз. Яғни оны task run арқылы қолданамыз. Task final task бұл да жаңа переменная, және task'ты қолданғаннан кейін, іске қосқаннан кейін task when all дейміз де, contain with, яғни бұл task'тың қорытындысын шығаруға мүмкіндік беретін жол болып табылады. Console write line барлық жолдар есептерді, нәтижелер. Бұл жерде for операторы арқылы жазамыз. Және final task wait деп жалпы бүкіл ағынды task'ты іске қосамыз. Ал енді бұл кодты қосатын болсақ, бізге осындай нәтиже шығарады. Негізгі ағын іске қосылды. Яғни бізге task бірнеше ағындарды атқаруға мүмкіндік береді. Матрица кездейсоқ түрде құрастырылды, векторда кездейсоқ түрде құрастырылды. Бірінші жол, 0-ші жол, 2-ші жол. Бұның бәрі есептелді және результаттар бәрі шықты.